Қайырлы күн қыздар, сабаққа қош келдіңіздер. Өздеріңізге вызов тастап, ересек өмірге қадам басқандарыңызбен сіздерді шынайы жүрекпен құттықтаймын, машалла. Өздеріңізге алғыс білдіріп кетіңіздер, өйткені бұл өте үлкен қадам, жаңа өмірге қадам, жаңа өмірлік сценарийге қадам. Жаңа өмірлік сценарий дегеніміздің өзі бұл уақытқа дейін сіздің ата-бабаңыздан келе жатқан ұғым, ата-бабаларыңыздан келе жатқан негативті установка, ойлар, қорқыныштар осымен иншалла осы сабақ барысында сіз бұны осы жерде қалдырып, ары қарай жаңа өмірге, болашаққа жаңа қадаммен жүретін боласыздар иншалла. Енді бүгінгі сабақтың ең бірінші тақырыбын мен дискомфорттан комфорт жасап алу деген тақырып қойған болатынмын. Не себепті ондай тақырып? Өйткені қазіргі уақытта сіз сабақты бастаған кезде, жалпы менторлық барысында сізде миыңыздың қарсыласуы болады. Мен бұл сабақты бекер алдым, немесе басқа нәрсе істегенім дұрыс па еді, шынымен бұл маған керек пе деген сияқты сізде әртүрлі қорқыныштар болады. Бірақ сізге айтқым келетіні, бұл қорқыныш ол норма. Ол норма. Неге? Өйткені ондай қорқыныш барлық адамдарда болады. Ондай қорқыныштар болу керек. Өйткені егер сізде ондай қорқыныш болмаса, алдыға жылжу да болмайды. Бірақ ол қорқыныш болды екен деп, сол қорқыныштың артынан кетіп қалмай, керісінше сол қорқыныштармен жұмыс жасау маңызды. Енді сіздерге жалпы келесі сабақта мен 5 эго состояние жайлы айтатын боламын. Бала позициясы, ересек позициясы жайлы айтып түсіндіретін боламын. Бірақ қазір мен сізге айтқым келетіні, сіздің қорқыныштарыңыз, үрейіңіз, жаңа өмірге қадам басуда сізді артқа тежеп тұрған нәрсе ол бала позициясы. Яғни бала позициясы дегеніміз біздің тікелей сезімдерімізге жауап береді. Ал ересек позициясы ол сіздің сол ситуацияны түсіне отырып қадам жасауыңыз, яғни әрекет. Ересек позициясы ол біздің әрекетіміз жайлы, яғни әрекет ете білу, әрекет етуді үйрену. Енді дискомфорттан комфорт жасап алу. Мысалы, сізде балаларыңыз болуы мүмкін, ата-енеңіз, күйеуіңіз деген сияқты үйдің тірлігі, немесе сіз сабақ оқып жүруіңіз мүмкін. Сізде сабағыңыз бар, басқа да жұмыстарыңыз бар. Сіз не істейсіз? Өмірімді өзгертемін, жаңа өмірлік сценарий қалыптастырамын деп сіз ойлайсыз, бірақ түбіне келген кезде сіз өз-өзіңізге адал болмай, сабақтарды көрмейсіз, немесе әрекет жасамайсыз, солай жүре бересіз. Бірақ қазіргі уақытта сіз өзіңізге мынандай бір нәрсені жүрегіңізге жеткізу маңызды. Бізге ешқашан комфортты өмір болмайды. Осындай дискомфорттан біз өзімізге комфорт жасап алуды үйренуіміз керек. Мысалы, мен жалпы даму жолымды 2020 жылы бастадым. 2020 жылы даму жолын бастаған кезде мен өте ішкі қорқыныштарым өте көп болатын, тіпті психологпен проработка өтіп жүргеннің өзінде де мен қасымдағы адамдарға оны айтпағанмын. Мысалы, ата-енеме, мен сол кезде ең жақын болған ата-енем, өйткені жолдасым шетелде жүретін, сөйтіп ол кісілердің өзіне мен психологпен проработка жасап жатырмын дегеннің өзін айтпағанмын. Өйткені менде сондай дискомфорттан комфортқа шығу периоды болды. Және де ол кезде менде ұлым бар, қызым бар, үйдің тірлігі бар, жазда компот жабу процесі, үйді ремонттау, тағы да басқасын өте көп шаруалар болды. Бірақ соның өзінде маған Аллах тағала мынандай бір түсінікті берді. Егер мен қазір бастамасам, өмірімді қазір өзгертпесем, бұл нәрсе қайталана береді. Бұл ешқашан өзгермейді. Егер мен өз өмірімді өзім өзгертпесем, маған біреу өзгертіп бермейді деген түсінікті Аллах тағала менің жүрегіме салды. Сол үшін де даму жолын тоқтатқан жоқпын. Кейін 2021 жылы, 20 жылы толық проработканы өткеннен кейін, 21 жылы мен өзім
консультация жасауды бастадым. Консультациялар жасадым, жүрек емі курстарын өткіздім, қыздармен рухани кездесулер өткізе бастадым. Сондай болды. Сол кездегі менің арманым 20 000 теңге айына өзім тапсам екен, өзімнің ақшам болса екен. Өйткені менің қызым 1 жасқа дейін пособиясы 20 000 болатын. Сол пособия біткеннен кейін мен қалай менде өзімнің ақшам болады деген сияқты. Өйткені әрбір адам үшін өзінің еңбегімен, өзінің қабілетімен, өзінің сүйікті ісімен тапқан нәпақасы өзі үшін ыстық болады және ерекше болады. Сол үшін де қазіргі уақытта қыздар өз-өздеріңізге бірінші кезекте адал болу өте маңызды. Неге? Өйткені қазіргі уақытта сіз өзіңізге адал болмасаңыз, өзіңіздің сүйікті ісіңізді, өз-өзіңізді, жалпы өзіңізді қыздар, өзіңіздің болмысыңызды тастап кетсеңіз, ол жақсылыққа алып келмейді. Сізді тұлға ретінде Аллах тағала ерекше махаббатпен жаратты. Сол махаббатпен жаратқаннан кейін де сіз өзіңізге берілген жаңағындай денсаулықтың, қабілеттердің ақысын осылай бере аласыз. Яғни сіз болашақта қоғамға пайдалы болу арқылы сіз өзіңіздің шүкіршілігіңізді солай білдіреді екенсіз. Жалпы шүкір дегеннің өзі екіге бөлінеді. Ол тілмен айтқан шүкір және де іспен білдірілген шүкір. Іспен білдірілген шүкір дегеніміз ол яғни сіздің өз-өзіңізді тануыңыз, өз-өзіңіздің мықты тұстарыңызды білуіңіз, дамытуыңыз және де қоғамға пайда алып келуіңіз. Енді дискомфорттан комфорт жасап алу деген, мысалы сіз қазір баламен үлгермей жатырсыз, үйдің тірлігі болып жатыр, тағы да басқасын. Сіз ешкім қолдамай жатыр, ешкім сізге жақсы эмоционалдық поглаживание бермейді. Эмоциональное поглаживание дегеніміз, мысалы жаным менің, машалла, өте керемет, алдыға қарай жылжи бер, мен саған сенемін деген сияқты сөздерді ешкім айтып жатқан жоқ сізге. Бірақ қыздар, біз Алланың қалауымен, Алладан жәрдем тілеу арқылы сол нәрсеге өзіміз ұмтылуымыз өте маңызды. Өйткені сізге қазіргі уақытта жаныңыздағы адамдар оны айтпауы мүмкін. Ондай керемет жылы сөздер, жылы лебіз, жылулық, қолдау білдірмеуі мүмкін. Бірақ қыздар, ішкі фундаментті мықтылау арқылы сіз соған жете аласыз, иншалла. Келесі сабақта ішкі фундамент және де без эго состояниясы жайлы айтатын боламын. Бірақ қазіргі уақытта қыздар, дискомфорттан комфорт жасап алу. Ол қалай? Сіз осымен бірге жүріп, яғни үйдің тірлігімен, бала-шағаның ауырып қалуымен, тағы да басқа себептермен, күйеуіңізді сізді қолдауымен, қолдамаумен, керісінше, мысалы, сонымен бірге өзіңіздің дамуыңызды, болмысыңызды, қабілетіңізді бірге алып жүру өте маңызды. Енді және де келесі сабақта көркем мәміле жайлы айтатын боламын. Көркем мәміле. Бұл жерде қыздар ешкіммен ұрсыспай, жақсы қарым-қатынасты сақтай отырып даму өте маңызды. Сондықтан келесі сабақтарда тағы да жалғастыратын боламыз, иншалла.